Саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау өнер колледжі Қобыз баян бөлімінің оқытушысы Көбегенова Ажар. Бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы ысқыштың техникалық өрістері. Бірінші курс студенті Ерсайынова Мансия. Оң және сол қол қойылымдармен жұмыс жасаймыз. Бірінші оң қолмен қобызда отырып, аяғын кішкене жинап. Сосын басқармағын. Тіке отыр сосын. Аяғыңды көтерме. Сәл тездеу жүргіземіз, төртке жүргіземіз. Ысқышты толық меңгеріп шығу керек ол. Сол төртке санағанда ысқышты толық меңгеріп шығуымыз керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді екіге жүргіземіз. Екіге жүргізгенде не істейміз жаңағындай? Кішкене шапшаңдау алып кетеміз да, толықты ысқыш меңгеру керек. Кеттік. 1, 2, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге. Аяқты көтермеуге тырыс мына жерде. Енді сол қолымызды қоямыз. Жаңағындай бірінші 8-ге жүргіземіз. Рені алдық қой, енді миге. Миді басамыз. Мынау бәрі теп-тегіс, қолым шынтаққа дейін тегіс болу керек, түзу болу керек. 8-ге жүргіземіз дедік, Мансия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 4-ке жүргіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді соль. Тағы да 4-ке. 1, 2, 3, 4. Басын қарап ойнады. Сен басында мұна ысқыштың жартысынан көбісін алып кеттің да? 2-ке санап отқанда уже алып кеттің. Аржағында тағы да 2 бар. Жеткізу керек, сосын ысқыш басып, дыбыс шығару керек. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді штрихтарға қарай. Лига, стаккато деген штрихтар бар, соларды көрейік. Ре мажорда бөлек-бөлек ойна. Бірінші 2-ке санап жүргізейік. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Басын қосып, лига, аспаста. 1, 2, ысқышты үнемдеу керек.
қайтадан. 1, 2, 3, 4. Енді төртеуден. 2, 3, 4, 1. Дыбысын шығарма сен. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді ұшпалы штрихтарға қандай жаңа айтқанда стаккато, ұшпалы штрихтар. Аспа. 2. Бас ойна. Қайтадан. Оны көтермеш. Тек кестімен ғана жүргізіп отырсың сен де. Кішкене мына қолдарды да, білекті де қосу керек кішкене. Енді аспай ойнады. Енді екеуден. Ұшқыр болу керек. Кішкене қатқалды. Дыбысында дұрыс басып отқан жоқсың. Бұл жерде сол саусақты да басу керек кішкене. Басу керек, сол қолды да басу керек. Менің дыбысым арасында айырмашылық бар ма? Қандай айырмашылық бар? Неге жай шығады сенікі? Мен басып ойнамадым. Бұл үшін не істеу керек? Басып ойнау керек. Айттым, мына сұқ саусақты басып ойна. Мынау сұқ саусақпен. Сол саусақтарды да басып ойнау керек. Жаңа менің айтқанымдай керек. Бірақ жай, пока керек емес. Аспа. Аспа деймін сен. Басып ойнашы міне. Oldu ben? Al, jayla başla. Ойнағанда стакатыны дыбысың аз. Итеріп күшпен да. Кенеттен қолыңды алып қойдың. Бізге в основном гамма упражнение деген нәрселер көп керек жаттығуларда. Қоңызда көбіне шараликтің упражнениесін ойнайды. Жаттығуларын ойнайды.
бастамасын көрейік. Сосын мына жаттығуда әртүрлі штрихта, стаккато, лига, спикато, маркато, сондай штрихтарда ойнау керек. Мына жай ғана былай беріп қойған штрихтарды өзің қойып алып, өзің дайындаласың. Каждый шығарманың алдында, әрбір шығарманың алдында қол жүргізіп алған жақсы жаттығулармен. Түсіндің ғой? Басын көрейік кішкене. Бөлек ойнайық. Асықпа, бас, дыбысыңды бас сосын. Енді лигамен ойнаймыз, как екеуден. Екеуден. Ля, си, до, ре, ми, ре. Енді төртеуден. Ля, си, до, ре. Саусағыңды көтерме. Қайта нота қайталанып тұрса, саусағын көтеріп қажет жоқ. Си, до, ре, до. Ұстап тұр. Асықпа, жеткізіп ойна. Молодец. Түсіндің ғой да? Осыны, мына мысалға 4 такты онда, 1, 2, 3, 4. Сол 4 тактыны бөлек ойнап ал, лигамен, 2-ден, 3-ден, 4-ден сөйтіп қол жүргізу керек. Кейбір ноталарды сен фальш ойнап отырсың, мысалға. Таза емес дыбыстардың деген. Сондықтан стаккато бар, маркато бар, қандай штрихтар бар, соның бәрін қосып ойнауға болады осы упражнениемен. Сосын соңында мына 2 нота бірдей кездестіру ме? Ми, ре, мына 3 саусақта қобызда мысалға көбіне 3 пен 4 саусақтар жасамайды. Сондықтан осыған арналған міне мынау жаттығулар. Ми, ре, мысалға рені қоясың да, миді қозғап тұрасың міне. Бірақ мына рені қозғамайсың. Соған сен нетуің керек, сәйкестендіруің керексің саусақтарыңды. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Сұрағың бар ма маған? Мен саған сұрақ қояйын. Не түсіндің бүгінгі сабақтан? Бүгінгі сабақтан постановка болады, сықышты жүргізу. Орындыққа отыру, сықышты жүргізу. Сықыштың яғни техникалық өрістері да бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы бойынша. Үйге тапсырма осы гаммаларды қарап келесің. Әртүрлі штрихтарда, бірақ бізге позицияда тағы да қазір деген бір октавада ойнап шық, саған тағы бір октавада қосу керек. Ол үшін позицияға кету керек. Мына жерде ля шегінен бірінші саусаққа секіресің де, екінші позициямен. Үйге тапсырма осы гаммаларды, осы жаттығуларды қарап келу, әртүрлі штрихтарды. Ысқышыңды меңгеріп, дұрыстап. Сосын иығыңды көтермей, саусағыңды басып, дыбыс шығар. Бүгінгі сабағыңа 4 деген баға қоямын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.